Телефон звонып жатыр. Ой, кешеден қалған звондаған не ба деп. Қой тұрсайын, сатқанша болды. Жеті болыпты. Мен маскамды тағайын тез маскамды тағып. Металымды тез жуайын. Болдым. Енді қолыма кремімді сепейін. Қолыма кремімді жағайын. Болдым. Суды өшірейін. Бетімді тағы біраз сүртіп шығайын. Болды. Так, енді тез қыздарға тамақ дайындауым керек. Так. Және де болды. Енді әрқайсының өзінің бокалдарын қойып шығайын. Так. Қыздардың бокалы. Қыздарға сүттерін қойып қояйын. Оларға бүгін бургер істеп берейін. Шай болды. Томат істеп болдым. Ал енді шайды қойып қояйын астын. Қазір Маратты айтып келейін. Марат. Қайырлы таң. Шай дайын болды. Барып бет олын жауып ем, мен қыздарға барып келейін. Так, қыздар ойып келейін. Қайырлы таң, анашым. Қайырлы таң, қыздар, барып бет олдарын жуыңдар. Барып бет олдарын жуып келіңдер. Жарайды, қайырлы таң, әкешім. Қайырлы таң, қыздар. Жүр, тез бет олымыз жуайық. Жуайық. Болдық. Енді барып тамаққа отырайық. Қыздар, бүгін тағы би үйірмесіне барасыңдар. Анашым, білеміз. Марат әкел кесеңде қойып берейін шайды. Шай. Қыздар, енді сендер бүгін бургер келдім. Дайындап бердім. Ура! Сіздің өз қолыңыздан пісірген бургердің барлығы тәтті. Тіпті қай тамақ болсын. Тәтті емес тамақты тәтті қылып жібересіз. Аналарың сондай жақсы өнері бар. Маған тағы да шай қойып жібер. Қазір құям. Қыздар, сіз ішесіңдер ма? София, мен саған да қояйын. Қыздар, енді тез барып, сөмкелеріңді алып, өздерің жаяу бара беріңдер, бара аласыңдар ма? Анашым, бара аламыз. Бара аласыңдар, өздеріңе жақсы. Жайығында біз тұрайық, ол қазір сағат уже 9-да басталады. Жарайды. Жүр, тез. Уже сағат 8:30 болып қалған шығар. Жаяу барсақ үлгереміз. Үлгереміз. Так. Апай берген кітаптар қайда? Қайда олар? Енді апай ұрсатын болды ғой бізге. Қойш, кеттік. Бірден көп айтамыз енді. Кеттік. Келдік. Келдік. Ура, келдік. Тоқтай тұрыңдар. Сен не София сіңеріне болды? Ақмарал, Салтанат, не қылдыңдар бұл екеуіне?
Biz ештеңе қылған жоқпыз, апай. Апай демеңдерден ғой, Майра деңдер. Осы Майра апай деңдер деп айттым сіздерге. Не болды, қыздар? Ештеңе. Біз кеше сіз берген кітапты үйде жоғалтып алдық. Соған өзімізге. Ой, қыздар-ай. Қыздар, өкінмеңдер, өйтіп ренжімеңдер, мұңаймаңдар. Мен ол кітаптарды сендер үйде оқысын деп бергем, шынға. Шынымен ма? Шынымен ба? Я, сендер оны оқыған бендер бәрін. Я, кеше түнімен дайындалып, соны қатарласып оқыған есік бәрін. Онда жарайды. Жарайды. Кеттік онда бәріміз. Сендер София болыңдар. Я, келе жатырмыз.